Сәлем достар, бүгін сіздерге өкше жарылуын емдеу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін мұқият қарап, қолдау білдіріп каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Өкшенің жарылуы көп адамдарда жаз айларында жиі кездеседі. Бұл емдеу әдісті маған мамам көрсеткен, сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Жарылған өкшені емдеуге бізге тек екі зат қана керек болады. Олар глицерин мен нашатыр спирті немесе мүсәтір спирті деп аталады. Бұл заттарды біз дәріханадан оңай таба аламыз. Осылай видеода көрсетілгенде арнайы бір ыдыс алып, соған глицерин мен нашатыр спиртін бірге бір тең пропорциямен құйып аламыз. Мен ол үшін нашатыр спиртінің ыдысын қолданамын, себебі қақпағы кейін қолданғанға ыңғайлы. Негізінде бұл процедураны аяғыңызды жылы суға салынған ваннадан немесе душтан кейін жатар уақытқа істеген дұрыс. Егер өкшеңіз қатты жарылған болса, ыстық жылы суға аяғыңызды салып, ванна жасап, қыратын тасыңыз бар болса, қырып алыңыз. Сонымен осылай таза аяғыңызға өкше айналасына жарылған жерлерге жағып шығамыз. Сосын шұлық киіп аламыз. Бұл процедура өкшеңізді жұмсартып, ылғалдандырады. Күнде кешке жатар уақытқа жасап көріңіз. Нәтижесін видеоның астына жазып қалдырсаңыз болады. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпай, алда болатын пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.